Ол мені көріп, бірнеше күн не үшін жоғалғанымды сұрады, батылдықпен барлығын айтып едім. Ол мені қабылдай алмайтынын айтқанда, өзімді ең бақытсыз жан сезіндім. Жылаған күйі өз үйіме қайта келдім. Иә, бұл өмірден түңілдім. Мені жер еткендерден кек алу үшін тірі жүрдім. Бір күні менің де бағым жанар. Менде бір күні олардың алдында басымды көтеріп, оларға тәкаппарлықпен қараймын деген оймен өзімді жігерлендіріп өмірімді жалғастырдым. Үйде жүріп қайғырамын деп 4 айдың қалай өткенін білмедім. Сол кезден бастап жүрек айну жиілеп кетті. Анам бірден жүкті екенімді біліп ұрысты. Ұрамын деп қол көтерген еді. Анамның қолынан ұстап жетер енді. Мен ешкімнің астына жатпадым. Айуан күйеу балаң мені әпкем жоқта зорлады. Бала соның баласы. Сенбейді екенсіңдер, осы баланы туып тексертемін. Сол кезде көрсемін, кімнің қандай екенін білесіңдер деп айқайладым. Анамның үні өшті. Анама қарап, бәрі сендердің кесірлерің. Мен сендерге ақша табайын деп оқуды оқымай, әпкемнің үйіне бекер бардым. Өмірімді сендер құрттыңдар, енді сендер үшін өмір сүрмеймін. Қара да тұр, менің де қолыма байлық болады. Сол кезде сендермен ешқашан байланыспаймын деп айқайлай жыладым. Анам әпкеме мені айтқан болу керек. Жездем екеуі өз үйлеріне әкелді. Ауылда атың шықпасын деген мақсатпен сен қыздың кесіріңнен анам ел жұртқа өсек болатын болды. Бір жеріне ие болып жүрмейсің бе, ішіндегі баланың көзін құртасың. Қазір акушерге барамыз деп көлік ішінде сөйлеп келеді. Мен олардың өз шешімдеріне жынданып баланы алдырмаймын. Сол баланы туып, қасыңдағы айуанды соттатамын. Байыңның қандай айуан екенін көресің деп тағы да айқайладым. Міне, осы сөзім үшін жездем мені үйіне қайтарып жатыр. Өйткені ішімдегі бала өзінікі екенін біледі. Ең қиыны тағы да сол үйге барғаным бекер болды. Бармаймын десем ішім шығып, ауылдағы көрші қолаңға өсек болудан қорықтым. Акушерге барғанда ешбірі түсік жасауға келіспей, кеш екенін айтты. Уақыт өтіп жатты. Әпкем екеуміз күніге ұрсып қаламыз. Солай жүргенде толғағым қысып, роддомға кеттім. Осы жерде әпкем емес, жездем келді. Тағы да өз қызметін пайдаланып, акушермен келісіп, мен босанған ол баланы өлді деп қағаз жасатып, ол баланы өзгелерге бере салған. Мен соған сендім. Жүкті кезде әпкемнен таяқ жеген едім. Үнемі жылаудан, қиналудан көз ашпадым. Сүйдім деген жігітімде басқа қызға үйленгенін көріп қиналдым ғой. Сол үшін ішімдегі бала өлі туылған деп ойладым, бірақ ол қағаздарды тек мені сену үшін жасағанын мен білмедім. Бала шырылдап жыламады, шегі мойнына оратылып көгеріп шыққанын көрген соң өлді дегенге сендім. Қиналып толға қысқан кезде маған қол қойдыртты. Сөйтсем баладан бас тарту қағаз екен. Бұл шындықты қанша жылдан соң ғана білдім, бірақ бәрі кешет. Босанған соң, қалжыраған тәніммен қан жұтқан жанымды сүйретіп ауылға қайттым. Анам үнсіз қарсы алды, әдеттегі жылы құшағы да, жұбатар бір ауыз сөзі де болмады. Екеуміз үнсіздікпен бетпе-бет қалдық. Ол менің көзімдегі мұңды көрді. Баладан айырылған азап жанымды шарқыратып, ішімді өртеді. Алғашында ол сәбиді ішімде жек көріп едім. Бар мақсатым жездемді түрмеге тығып, өзіме әділет іздеу болатын. Бала мен үшін тек құрал іспеттеді. Бірақ уақыт өте келе, жүрегімде бір өзгеріс басталды. Ішімде тіршілік бүлкілдеген сайын мен аналық сезімді танып, сол сәби арқылы қайта тірілгендей болдым. Сәбиімді қорғағым келді. Сүйгім келді. Босанар сәтте ішімде бір ғана үміт оты жанып тұрды. Оны ешкімге бермеймін, тастамаймын деп күттім. Әр минут, әр секунд соны армандап, дәрігерлерге жаутаңдап қарадым. Бірақ сәби келмеді. Қолым бос қалды. Кеудем бос қалды. Жүрегімнің төріне дайындаған орынды ешкім иемденбеді. Бала шетінеп кетті дегенде палата іші суып кеткендей болды. Әлсіз тәнім көрпеге оралса да жылымай қойды. Өйткені жаным мұз боп қалған еді. Арада 5 жыл зулап өте шықты. Баяғыдағы ауыл шаңдағында қалған бейшара қыздан ізде қалмаған. Енді мен кәсіпкердің әйелмін. Кәсібі бар, жағдайы жақсы, өзімнен едәуір үлкен еркекке тұрмысқа шыққанмын. Үйім кең, табысым мол, қолымда байлық тұрды.
Бірақ жүрегім әлі мұз. Сол мұз әлі жібімеді. Сүйе алмадым. Құрметтей де алмадым. Жай ғана өмір сүруге көндім. Күйеуімнен бір қыз туып алдым. Әдемі, қылықты, күннің шуағындай қыз. Бірақ өзіме өзім таңмын. Сол періштеге де аналық мейірімді толық төге алмадым. Бір қабырғам үнемі бос. Мен баяғыда өзіме уәде бергенмін, ешкімге тәуелді болмаймын, туыстарыммен де қатысымды үземін деп. Сол уәдемде тұрдым. Артымдағы жұртты, өткенді тастап алдыма ғана қарадым. Бірақ ішімдегі ыза, кек баяғыдай қара дауылдай бұрқырап тұратын. Барлығын ұмыттым деп өзімді алдадым. Бірақ тағдыр мені қайтадан сынады. Бір күні күйеуімнің әпкесі келді. Өзінен бір жас үлкен. Өмірден қажыған, үміті сөніп қалған әйел. Ажырасқан екен. Қолында 5 жасар баласы бар. Ағасына жалынып біршама уақыт баласын бізде қалдырып кетуге келіпті. Келіскім келмеді. Бейтаныс баланы бағалатыныма, бөтеннің аманатына, жан жылуы табыларына сенбедім. Бірақ күйеуімнің сөзінен аса алмадым. Күні кеше ғана қызымен ғана айналысып жүргенмен, енді 5 жасар бөтен ұлды да бағуға мәжбүр болдым. Үй ішіндегі тыныштық бұзылды. Қызым мен қайын әпкемнің баласы төбелесіп қала береді. Бөтеннің баласына қараған сайын әлгі баланы жек көріп ұрып. Қорғаны жоқ сәби, жылап-жылап ұйықтап қалады. Ол да әлі сәби ғой, бала болғасын ойыншыққа таласып қалады. Бірақ мен оны түсінбедім. Білмеймін, сол баланы ұрып жылатсам, жеңілдеген сияқты боламын. Бар ашуымды сылтау етіп қайын әпкемнің ұлынан алып жүрген едім. Бір күні байғұс баланың мұрнынан қан кетіп тоқтамай қойды. Мен ашумен желкесінен ұстап лақтырып жіберген едім. Қабырғаға соғып, мұрны даладай қанады. Әрі-бері мұрнын басып едім. Тоқтамай қойғасын жедел жәрдем шақырып больницаға бардық. Сол кезде ғана бұл баланың куәлігін көріп таң қалдым. Ол баланың куәлігінде менің фамилиям жазылып тұр, бір түрлі күйде болдым. Сол күннен соң бір нәрсе дұрыс емес сияқты болып, күйеуімнен тығылып, бір алтын әшекейімді саттым да дың тапсырдым. Ол баланы тексертемін деген сылтаумен үйден алып шығып, екеумізден де сынама алынды. Бір аптаны өткізе алмай әрең жүрдім. Қорытынды шыққан кезде медбике звондап хабарласты. Дереу жүгіріп барып қағазда асыға қарасам, қайын әпкемнің баласы, өз ұлым болып шықты. Не жыларымды, не күлерімді білмей бір орында қатып қалдым. Маған өлді деп өтірік айтқандарын енді түсінгендеймін. Содан күйеуіме тағы өтірік айтып, әпкем тұратын қалаға жолға шықтым. Роддомға барып, 5 жыл бұрын не болғанын білу үшін айқай шығардым. Басшылары қорқып архивті ақтарып, өзім қол қойған, баладан бас тартамын деген қағазды көрсетті. Ешқандай арыз жазалмадым. Жазалмайтын да едім. Күйеуім тастап кетер еді. Қазір сол баланы өзім өсіріп бағып келемін. Жасы 12-де. Бар махаббатымды арнадым сол балаға. Қайын әпкем басқа еркекке тиіп кетті. Жалынып жүріп ол баланы өз қамқорлығым алдым. Қайын әпкем бедеу екен. Бұл баланы бірінші күйеуі үшін асырап алған. Акушеркалармен келісіп екінші байға тигелі бұл баламен шаруасы болмады. Аллаға шүкір, өз балам қолыма келді. Бірақ шындықты айталар емеспін, мен оған бәрін беріп өсірсем де, іштей анасын сағынып, көздері жәутеңдеп, анам қашан келеді деп іздейтіндей. Бар шындықты айтсам, күйеуім мені тастап кетіп, баяғы өміріме қайта баратын сияқтымын. Соңы